Біз бүгін зертханамызда жаңа нәрсе жасайтын боламыз. Балалар, сендер инженердің кім екенін білесіңдер ме? Иә. Ол не істейді, инженер? Құрастырады, зерттейді. Иә, жаңа нәрсе ойлап табады екен инженер. Бүгін біздерде кішкентай инженер болып, табиғи жолмен суды тазалау құрылғысын жасайтын боламыз, балалар. Балалар, ендеше бізде өзімізді кішкентай инженерлер сияқты сезінейікші. Біз құрастырушымыз. жаңа нәрсе ойлап табамыз. аспанға көтереміз. Аспанға көтереміз. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, қараңдаршы, бұл не деп ойлайсыңдар? Жер шары. Иә, бұл жер шарының макеті екен, мұны глобус деп атайды екен. Балалар, жер шарында көптеген макетінде көптеген түстер бар екен, иә? Қараңдаршы, қандай түс көп екен? Көгілдір түс көп екен, иә? Ал енді көк түс не деп ойлайсыңдар жер шарындағы? Су екен бұл, иә, балалар? Жер шарының көп бөлігін су алып жатады екен, иә? Балалар, сендер судың неге қажет екенін білесіңдер ме? Су үшін, қол жуу үшін, шомылу үшін, тамақ пісіру үшін, гүл берген, тағдарға керек, сосын қарға керек екен, иә? Дұрыс айтасың. Балалар, су біздің жер бетіндегі барлық заттар, барлық нәрселерге, иә? Адамдарға, жан-жануарларға, барлық тіршілік атауының барлығына қажет екен, балалар, иә? Дұрыс айтасыңдар. Суды біз не істеуіміз керек, балалар? Үнемдеуіміз керек. Қайда үнемдейміз, балалар? Суды жуып жатқан соң жауып қою керек. Иә, жауып қойып, сосын Қолды жуып шырында. иә, жауып кранды жауып, жаймен ғана ағызып пайдаланамыз, иә? Өйткені балалар, су шектеулі ресурс екен, яғни байлық ол жердің бетінде көп, бірақ ол шектеулі екен, яғни таусылып қалады екен. Осылай табиғи жолмен таза суды қалай шығатынын көреміз, иә? Және соған қарапайым құрылғы жасайтын боламыз. Бізге бүгін тәжірибе жасау үшін не керек, балалар? Не керек? Көмір, қом, Тастар керек, және ширек, стакандар керек екен, иә? Сосын не керек? Су керек екен, иә? Мына жерде не көріп тұрсыңдар? Тас, және тас. көмір, мақтамен, Майда тас. құмдар екен, иә? Майда құм екен. Енді қазір біз осыған лас суды құйып көретін боламыз, балалар, иә? Ең бетіндегі ірі тастары арқылы оның несі қалып қояды екен, балалар? Несі қалады? Үлкен бұталар, иә? Шөптері қалып қояды екен, иә? Міне қараңдаршы, не істеп жатыр, балалар, су? Ағып жатыр, иә? Тамшылап ағып жатыр. Үш судың қайсысы таза, балалар? Бірінші тұрғаны таза, иә? Екінші тұрғаны қандай? Сәл таза, иә? Ал үшінші тұрғаны лас су екен, иә? Жарайсыңдар, балалар. Қараңдар, лас суды сізге құйып жатырмын. Көмір мен құм арқылы тазарып жатыр. Міне, таза су дайын. Бірінші ыдыста не тұр, балалар? Тас. Екінші ыдыста не тұр? Майда тастар тұр. Үшінші ыдыста көмір тұр. Үшінші құм тұр, иә? Одан кейін таза стакан. Балалар, бірінші тастың үстінде қандай қоқыстар қалып жатыр? Неге қалды? Шөптері, ірі қоқыстар қалып жатыр екен, иә? Ал көмір, балалар, бұл жерде судың иісін, иә? Иістерін кетіреді және минералдар береді екен. Ал балалар, сендер өздерің осындай құрылғы жасағыларың келе ме, су тазалайтын?
ендеше қазір жұмыс орнымызға барып осындай қарапайым табиғи жолмен суды тазалайтын құрылғы ойлап жасап шығарайық балалар. 4 ыдысқа мына алдарында тұрған 4 түрлі затты саламыз. Тасты, көмірді, ұсақ тасты және құмды салып аламыз. Сосын барып қақпақшаларды орналастыра отырып, осы 4-еуін бірінің үстіне бірі не істейміз балалар? Қойып шығатын боламыз. Енді балалар 3-ші ыдысқа нені саламыз балалар? Көміртасты саламыз, көмірді саламыз. Әйтпе сала қойыңдар. Ал енді балалар, суды тазалайтын өздерінің құрылғыларыңды құрастыра қойыңдар. Балалар, біз бүгін суды қалай тазаладық? Немен тазаладық? Ең соңында суды нені пайдаландық балалар? Нақтаны пайдаландық. Суды біз не істеуіміз керек балалар? Үнемдеуіміз керек екен. Балалар су өйткені не істейді? Таусылып қалады екен. Балалар, керемет, бүгін өте жақсы жұмыс жасадыңдар. Біздің жеріміз өте әдемі. Біздің жерімізде су, жер, ауа таза ұстамасақ, қоршаған ортаға зиян келеді. Суды босқа ағызбасақ, қоқысты жерге тастамасақ, ағаштарды дабыл өсірсек, табиғат қуанады. Табиғатты қорғау жақсы. Келіңдер, табиғатты бірге қорғайық. Балалар, сіздерге жұмыс ұнады ма? Зертханаға келулерің келе ма? Ал енді балалар, жұмыс орнымызды жинайық. Маған көмектесесіңдер ме? Жарайсыңдар.